Marsqa ketdim, Marsqa desem, Qarishqa ketdim, Qarishqa desem seni men, жаным seni men. Allatdan vasab, alысqa ketdim, chegara bosib, armonga jetdim seni men, жаным seni men. Бермей қоймаған айды, көрсетпей ақ қойшы сол бір Дубайды, жайғап шағайдың жағажайын, уайымсыз араласақ та сол жайлы, ойланып денсаулықтың жайын, күтейік 2050-дің майайын, сол кезде Марс көріп қайтайық, кемесімен Илон Маск ағайдың. Марсқа кетем, Марсқа десең, Ғарышқа кетем, Ғарышқа десең сені мен, жаным сені мен. Алатау асып, алысқа кетем, шекара босып, арманға жетем сені мен, жаным сені мен. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Оқушыларымыз толыққаны қосылсын деген оймен музыка қосып қойған болатынбыз. Марстан тас дәуіріне кетсек дейді. Так, жалпы көп екенсіңдер негізінен. Ең бірінші вообще танысуды, сабақты бастамас бұрын интернетті тексере алайықшы, иә? Комментарийге барлықтарын менің даусым анық естіліп тұрса, және де ешқандай экран қатпай тұрса, плюс белгісін қалдырып кетіңдер. Так, белгілерін көріп жатырмын. Хорошо. Жалпы, мен есім Алмат. Мен сендерге алдағы уақытта Қазақстан тарихынан сабақ беретін боламын. Экранға өзім туралы қысқаша ақпарат көзін беріп қойдым. Сол туралы кішкене тағы оқушыларымыз қосылады екен, бізде бір қарап шықсақ. Негізі мен ұбт-ны 2016 жылы тапсырғам. Ол кезде біздің кезімізде бір ғана таңдау пәні болатын, и ол мен географияны таңдағам. 125 балдық жүйе бойынша мен 120 балл алған болатынмын. Сол 120 балл алғаннан кейін Қазақ ұлттық университетінде грантқа оқуға түстім. Жалпы сендерге керек информация, ол тәжірибе, білімі қалай деген секілді сұрақ сендерді мазалайды негізінен. Мен 4 жыл бойы жалпы Қазақстан тарихынан ұбт-ға дайындап келемін негізінен. Енді дайындап шыққан оқушыларымның ішінде
жалпы 2022 жылы бізде 15 баллды сұрақ болды ғой Қазақстан тарихтан. Сол кезде 13-тен жоғары балл жинаған, ал 2023 жылы 20 баллдыққа өзгеріп кетті ғой. 10 негізгі сұрақ, 10 контекст сұрағы. Сол кезде олар 16-дан жоғары жинаған, көп бөлігі, бірақ ішінде 20, 18, 19 жинаған оқушылар саны өте көп болған. Енді мен мына жерге нөмірімді көрсетіп қойдым да, бұл жерде нөмірімнің соңы 4128 болып аяқталынады. Сендерде чат бар. Сол чаттарда түсініксіз сұрақтарын, немесе осындай кезде үлгермей жатқан, қалай дайындалу керек деген негізгі сұрақтар болса, маған жаза берсеңдер болады негізінен. Енді неге бұл нәрсені көрсетіп жатырмын? Себебі жақсы балл алу үшін сендерге дайындыққа екі негізгі нәрсе керек. Қараңдар, ең негізгі нәрсе ол кітаптар. Мен ұбт-ға бекітілген кітаптардың барлығын PDF форматын жинақтадым да бір ссылкаға жинақ қойдым. Сендерге кураторлардың арқылы сол жібереміз, сол ссылканы. Мен тақырыптардың барлығын осы кітап бағыспасынан алып жасаймын да, и сендер тоже өздерің қарап жүру керексіңдер. Ішінде суреттер болуы мүмкін, оны өздерің түсініп оқитын моменттер болуы мүмкін деген секілді. Оны жібереміз. Енді екінші көмекші құрал бар. Екінші көмекші құрал бар. Ол Қазақстан тарихынан жасыл кітап деп аталынып кеткен. Алдыңғы жыл кезеңде бұл Айбек Оразымбетов деп аталынатын ұбт-ның сұрақтарын жинағы. Енді ол былай, қараңдар оқушылар. Біз бүгін түрік қағанатын өтетін болсақ, мен сендерге бүкіл ақпараттарды слайд ретінде түсіндіремін. Кітаптардың ішінен суреттерін қарап, ал жасыл кітаптан сұрақ жауап болады ғой, түрік қағанатының құрылған жылы. Маркермен сызып аласыңдар деген секілді. Параллельді түрде екі кітаппен жұмыс жасаймыз негізінен. Дайындыққа ең негіз керек осы. Енді комментарийде Жұбановты сұрап жатқан оқушыларымыз бар. Жұбановтың базасынан қарағанда бұл база жаңа. Ең негізгі нәрсе контекстер өте көп кездеседі негізі кітапта. Бұның тоже PDF форматымен жинақта қойғам. Сендерге кураторлардың арқылы PDF форматын жіберіп береміз. Чаттарда өздерін сабақ түсіндіріп жатқан кезде ноутбукпен, соткамен қарап жүрсеңдер болады. Так, енді біз кітап бойынша өтеміз. Мен қазір 6-шы сыныптың кітабын осында ашып қойдым. Сендерге көрсін, авторларын нақты көріп алсын деп, ол Бакина, Жанақова және де Сүлейменова. Енді сабақты бастамас бұрын көп оқушыдандай сұрақтар болады уже. Сұрақ мынандай: тас дәуірін өтпейміз бе деген секілді. Тайпалық одақтарды өтпейміз бе деген. Сондай сұрақтар оқушыларымызда қатты көп қойылып жатыр екен. Жалпы 5-ші сыныптың базасы қазір ұбт центрінен алып тастаған. Сендерге ол сұрақтар келмейді емес, келеді. Ол 10-11 сыныптың тақырыптарынан келеді. Біз 10-11 сыныптың тақырыптарына келген кезде тас дәуірі болсын, тайпалық одақтары болсын, барлығын тереңдетілген форматта өтіп шығатын боламыз. Сосын екінші нәрсе 100 датаға байланысты. 100 датаның тоже PDF форматын сендерге жіберіп беретін боламыз. Сол жақтан бүкіл датаның информацияларын көре аласыңдар. Так, тас дәуіріне байланысты сұрақты жауап бердік. Енді қазір біз былай жасаймыз. Бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Барлықтарын дайынсыңдар, онда бастаймыз. Біздің ең алғашқы қарастыратын тақырыбымыз ол түрік қағанаты. Түрік қағанатын бастамас бұрын бізде қараңдар, 6-шы және де 9-шы ғасыр ол ерте орта ғасыр кезеңі. Мына бөлікте де көрсетілген. 6 мен 9 ерте орта ғасыр кезеңі. Осы ерте орта ғасырдың ең алғашқы мемлекеті ол түрік қағанаты. Ол нәрсені бастамас бұрын екінші ақпарат бар. Бізде дамыған орта ғасыр кезеңі бар. Егер де сендерде дамыған орта ғасыр кезеңі десе, 10-13 ғасыр алғы ол дамыған орта ғасыр. Және біз алғашқы айларда осылардың барлығын қарастырамыз. Екінші мынандай бір сендерде тест базасында енгізген сұрақ бар. Егер де 6-шы ғасыр мен 11-ші ғасырдың аралық кезеңі қалай аталынады десе, онда сендер түркі кезеңі деген жауапты белгілейсіңдер. Яғни осы аралықта көп түрік мемлекеттер өмір сүрген, кейіннен уже Қарақытай, тағы басқа деген мемлекеттер дамыған орта ғасырда қосыла бастаған Қазақстан территориясына. Енді ескеретін нәрсе, бізде бүкіл ақпарат көзі бір система бойынша түсіндіріледі. Менің түсіндіру методикамда бұл жерде қысқартылған түрде келесі тақырыптардан бастап жаза берсеңдер болады, бірақ бастап кезде ашық жазбаңдар. Онда бастаймыз.
түрік қағанатының хронологиясы ол 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген. Жалпы 100 дата берілді ғой бізде. 100 дата берілгеннен кейін ғасырларға байланысты сұрақ өте көп қойылады. 552 жылды ғасырға айналдыратын болсаңдар 6 ғасырдың ортасы. Ал 603-ті ғасырға айналдыратын болсаңдар ол 7 ғасырдың бас кезеңі болып есептелінеді. Енді түрік қағанатының жер аумағы ол Алтайдан Каспийге дейінгі аралықты алып жатқан мемлекет болған. Енді түрік қағанаты туралы бастапқы кездегі дерек көздері ол Қытай деректері. Нақты Қытай дерегінде вообще түрік деген атау 542 жылдан бастап кездесе бастаған. Қытай дерегіне сүйенетін болсақ, екінші негізгі ақпарат бар 545 жыл. Осы мерзімде қандай оқиға болды деп келеді да, 545 жылы түрік қағанаты жеріне Қытай елшісі келеді, екі мемлекеттің арасында бейбіт қарым-қатынас орнайды. Ол әскери и сауда деп қарасаңдар болады. Енді түрік қағанатының халқының құрамын зерттеген ол Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқаридің еңбегі бар, ол түрік тілдерінің сөздігі. Кейбір тест жүйесінде Дивани лұғат ат-түрк деп келеді, яғни арабша атауымен келеді. Махмуд Қашқари түрік қағанатының жер аумағын зерттейді, халқын зерттейді. Халқын зерттегеннен кейін оларды теле деп атаған. Түрік тайпаларының общий жалпылама атауы десе, онда сендер теле деген жауапты белгілейсіңдер. Енді Махмуд Қашқари түрік қағанатының халқының құрамын зерттегенде, оның құрамын 30 теле тайпасына бөлген. Халқының құрамы 30 теле тайпасы болған. Оның ішінде билеушілері шығып отырған деп келеді. Билеушілері шығып отырған Ашина тайпасы. Сендер білетін Бумын болсын, Қараеске болсын, Мұхан болсын, олар Ашина тайпасынан шыққан. Немесе мынандай салыстыру жүргізсек болады. Қазақ хандығында хандар төре немесе Шыңғыс ханның ұрпақтарынан шыққан ғой билікке. Ал түрік қағанатында олар Ашина руынан шығып отырған. Енді сендерде жаңа формат бойынша мынандай бір ақпарат көзі берілген. Ашина сөзінің мағынасы деп келеді. Яғни Ашина сөзінің мағынасы ол аспаннан жаратылған деп аталынады. Так, енді мына жақта комментарийге қарайын. Жалпы мен андай сендерге кеңес айта аламын негізінен. Сабақ түсіндіріп жатқан кезде сендер жазып үлгермейсіңдер негізінен ше. Сол себепті мұқият түрде тыңдап алып, кейіннен қайталау сабағы болған кезде түсініп отырып жазып алсаңдар, асықпайсыңдар ешқайда и вникать ете аласыңдар ойларын, жүйелерін бойынша. Сондықтан солай жасауды негізі кеңес берер едім жалпы. Жазу жаңағы үлгермей жатырмын дегенге байланысты осы негізі. Енді біз мемлекеттің хронологиясын, жер аумағын, халқының құрамын, дерек көздерін білдік. Енді бізде ерте орта ғасырда түрік қағанаты алғашқы мемлекет деді ғой, соның көршілері бар. Енді егерде түрік қағанатының оңтүстік шығыста көршісі десесіңдер, Қытай мемлекетін белгілейсіңдер. Кейбір тесттарда оңтүстік шығыста көршісі дегенде Қытай жоқ болса, Тан империясы деген жауапты белгілейсіңдер. Ал түрік қағанатының оңтүстік батыстағы көршісі Парсы мемлекеті. Тоже солай. Оңтүстік батыста көршісінде Парсы деген жоқ болса, онда Иран мемлекетін белгілейсіңдер. Енді оқушылардың өте көп қателесі немесе түсінбейтін нәрсесі ол жер аумаққа байланысты. Яғни картаны дұрыс анықтай алмайды. Сол себепті мен мына жаққа карта енгіздім. Түрік қағанатының жер аумағы Алтай тауларынан бастап, Алтайдан Каспийге дейінгі аралық. Енді бізде оңтүстік шығыс деп отырған мынау Тан империясы оңтүстік шығыста, ал оңтүстік батыста шекаралас мемлекет ол Иран мемлекеті. Енді кейбір оқушыларымыз бізде анықтай алмауы мүмкін да, қараңдар, дөңгелекше ретінде қарастырсақ болады. Бізде төменгі бөлігіміз оңтүстік бөлік, жоғары бөлік солтүстік. Мына бөлігіміз бізде шығыс, мына бөлігіміз батыс. Біз оңтүстік шығыс, оңтүстік батысты анықтай білдік қой, мынандай четко жатса анықтай аласыңдар. Солтүстік ба, батыс ба дегенде. Ал мына бөлік, мына территориялық бөліктер бізде солтүстік шығыс, ал мына территориялық бөліктер бізде солтүстік батыс болып табылады негізінен. Енді бізде қоғамдық құрылысы деген қысқартылған түрде қ, біз оны әрбір мемлекет кезінде қарастырамыз. Так, комментарийді тоже бір қарасайын, бастап кездесіндерге түсініспеушілік нәрселер болуы мүмкін. Так, карта бойынша қараңдар, бұл жерде жалпы түрік қағанатының территориясымыз Алтайдан Каспийге дейін деп айттық қой. Қазір соғыс қимыл кезінде саяси жағдайын айтамыз негізінен. Саяси жағдай кезінде олар мына территорияларды жаулады деп, сол уақытта оларға қалай иелік еткендігіне тоқталамыз. Так, енді бізде қоғамдық құрылысы.
Жалпы түрік қағанатында билеушісінің лауазымы қаған. Қағанат деген мемлекет деген білдірсе, қаған деген билеушісін деген мағынаны білдіреді. Түрік қағанатында қаған руынан шыққандарға ябу, шат, елтебер атақтары беріледі. Бұрын тест базасында бізде болмайтын. Сол себептен мен қызылмен белгілеп қойдым. Түрік қағанатында ұрпақтарына берілетін лауазым десе, онда сендер шат деген жауапты белгілейсіңдер. Енді сот істерін атқарушылар. Сот істерін атқарушыларға бұйрықтар мен тархандар деген лауазым берілген. Егер де кейбір тест жауаптарында бұйрық деген жоқ болатын болса, олар бұрықтар деп келеді. Мағынасы өзгерген жоқ. Осыны сендер варианттан тауып белгілеу керексіңдер. Енді жергілікті жерді басқарушылар. Қазіргі тілмен айтқан кезде әкімдер. Жергілікті жерді басқарушыларға бек деген лауазым берілген. Тоже жаңа форматтың бір ақпараты бар. Қаған өкілі, яғни қағанның атынан белгілі бір іс әрекет жасауға заңды адамдарға берілетін лауазым оларды тұдын деп атаған. Ал қарапайым халық қара будын. Енді сендерден андай бір сұрақ келеді. Ол мынандай: түрік қағанатында будын сөзі қандай мағынаны білдірді десе, ол халық деген мағынаны білдірген. Будын ол халық деген белгілейді. Ал қоғамдық құрылысында ең соңғы сатыдағы адамдар ол құлдар. Құлдарға қандай лауазым берілді десе, немесе оларға қандай атау берілді десе, оларды тат деп атаған болатын. Енді біз қазір саяси жағдай деген қиын тақырыпты бастаймыз да, қиын бөлімін, кішкене қиындау. Сол себепті осыған дейін ақпараттар түсінікті ма? Осыған дейін түсініксіз сұрақтарың болса, онда комментарийге жазсаңдар болады. Так, мен комментарийді қарап жатырмын. Все, түсінікті болса, онда біз ары қарай жалғастыра берейік. Енді жалпы тақырып барыс кезінде біз саяси жағдай дегенді тоже СЖ деп қысқартып қоямыз. Жалпы Хорошо, қараңдар. Енді бізде түрік қағанаты бастап кезде қай жақтан бастады дегенде, территориялық аумағы бойынша Алтайдан Каспийге дейін дедік та. Бастап кезде олар Алтай аумағында өмір сүрген. Осы Алтай аумағында өмір сүрген кезде ол Жужан деп аталынатын тайпалы одақтарға бағынышты болған. Егер де бізде жужандардың екінші атауы десе, онда сендер аварлар деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы жужандардың билеушісінің есімі Анағұй. Ал түріктер ол уақытта тәуелсіз емес қой. Сол себепті бұл жерде сендерде түрік билеушісі кейде қолбасшы деп келеді. Түріктерге жауапты қолбасшысы десе, сендер Бумын деген жауапты белгілейсіңдер. Енді тақырып бойынша бізде 545 жылы бір оқиға болған. 545 жылы түрік қағанат жеріне Қытай елшісі келеді. Екеуінің арасында жақсы қарым-қатынас орнағаннан кейін Бумын түріктердің тәуелсіздігін алып, жужандарға бағынышты болған қаламайды негізінен. Сол себепті Бумын мынандай сендерде бір оқиға дерек көзі бар. Бумын Анағұйға елші жібереді. Елші жіберудегі мақсаты оның қызын әйелдікке өзіне сұрайды. Бірақ Анағұй қаған Бумынға қызын беруден бас тартады. Неге? Себебі менің қол астымдағы адам менің қызымды сұрауға қалай дәті барды деп оған бермей қояды қызын. Енді осындай бір қарапайым мәселелерде біз келісімге келіп шеше алмай жатсақ, алдағы уақытта саған қатыспаймыз, бағынғымыз келмейді деп Бумын оған соғыс ашады. Жалпы 552 жылы бізде Бумын мен Анағұйдың арасында соғыс қимылы болады. Бұл соғыс қимылынша Анағұйдың үстіне екі соғып қоямыз. Ол жеңіледі. Жеңілгеннен кейін барып түрік қағанаты тәуелсіздік алады. Неге біз дерек көздерінде 542 жылы кездесті деп айттық? 542 жылы кездесті деп айттық, бірақ хронологиясын 552-ден басталады дедік қой. Міне солай. 552-ден басталу себебі ол осы мерзімде ғана толық тәуелсіздігін алған болатын. Так, енді бізде түрік қағанатына тәуелсіздік бергеннен кейін халық оған арнайы атақ береді. Егер де сендерде Бумынға берілген атақ десе, сендер Елхан деген жауапты белгілейсіңдер. Енді бізде Бумыннан кейін екінші билік басына келген тұлға бар. Қаған ол Қараеске. Қараеске жужандарды екінші рет соғыс қимыл ұйымдастырады. Ол қай жақта десе, Букрат тауларында. Бірақ Қараеске осы Букрат тауларында болған соғыс қимылы барыс кезінде қаза болған. Негізінен түрік қағанатында саяси билікті өзгерткен ол Мұқан қаған.
сендерде момынның және де Қараескеннің нақты билік еткен жылдары базада, тест базасында енбегенді, ал Мұқан Қағанның билік еткен жылдары сендерде тест базасында бар. Ол 553-572 жылдары билік басына келеді. Мұқан билік басына келген кезде ол Жужандарды толыққан талқандайды. Жужандардың да территориялық аумағына түріктердің де басшысы болғандықтан оған атақ беріледі. Мұқан Қаған қандай атақ алды десе, ол түріктерді ұлы дала қожасын айналдырғандықтан ол ұлы дала қожасы деген атақ алған болатын. Енді Мұқан Қағанның тұсында ол мемлекетті шекаралық тұрғыдан ұлғайтады. Шекаралық тұрғыдан ұлғайтады. Енді Мұқан Қаған қандай соғыс қимылдарын ұйымдастырды десе, ол оңтүстік Сібір мен орталық Азия жерлерін жаулайды. Ол территориялық аумақты жаулап болғаннан кейін оңтүстік шығыс бөлігінде Қытай мемлекетін бағындырады. Қытай мемлекеті алым салық ретінде 100 000 жібек мата төлеуіне тура келген. Жібек мата сол уақыттағы құнды дерек көздері, құнды тауарлардың бірі болып табылған. Енді мына жерде біз просто мен бөлек қалдырып қойдым да, қараңдар, чтобы түсінікті болу үшін. Мына жақта түрік қағанаты құрылған территория аумағы Алтай. Енді бізде шекараны ұлғайтты дедік қой. Қазақстанның мына бөлігінде оңтүстік Сібір жерлерін жаулайды, ал Қазақстанның төменгі бөлігінде Орта Азия жерлерін жаулайды. Ол деген былай. Алтай территориялық аумақтардың барлығы оның қол астында. Енді оңтүстік Сібір жерлерін жаулады, орталық Азия жерлерін жаулады. Осы мерзімде оның оңтүстік шығыс бөлігінде Қытай деген территориялық аумақ болған мемлекеті. Қытай мемлекетін бағындырып өзіне алым салық төлеуге мәжбүр еткен. Енді келесі бөлік мына жақта Арал бар. Біз қандай сұраққа жауап беріп жатыр? Алтайда құрылғаннан кейін Каспийге дейін қалайынан территориялық аумақты ұлғайтып жатыр, соған жауап беріп жатыр. Түріктер 555 жылы Арал аумағына дейін жаулаған. Енді түріктердің күш қуатын одан сайын ұлғайтқан бізде келесі тұлға бар. Ол Иштеми. Қараңдар, батысқа жорық жасаған деп келіп тұр да, сендерде батыс деген ол Еуропа. Еуропаға жорық жасаған түрік қаған десе, сендер Иштеми деген жауапты белгілейсіңдер. Иштемидің екінші түсініктемесі бар. Түрік қағанатының билік басына келген Бумын інісі деп келеді. Түрік қағанатында билік басына келген, ол бізде Бумын інісі, Иштеми деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы Иштеми батысқа жорық жасаған кезде неше мың әскермен шабуыл жасады десе, 10 түмен әскермен шабуыл жасаған. Ескеретін нәрсе бар. Бізде бір түменде 10 мың әскерден бар. Енді сендерде кейбір андай тест базасында сұрақ болады. Иштеми батысқа жорық жасаған кезде неше мың әскермен шабуыл жасады десе 100 000, ал неше түмен десе 10 түмен деген жауапты белгілейсіңдер. Хорошо, қазір осы жерден біз тоқтай тұрайық. Мен сендерге комментарийге байланысты. Так, мен қазір сендерге вообще мүмкіндігінше жай түсіндіріп жатырмын. И екінші нәрсе, комментарийді бізде белгілі бір оқитын уақыт аралығы болады. Мен когда сендерге түсінбеген сұрақтарын бар ма деп сұраған кезде, комментарийге сұрақтарын қойсаңдар болады. Жалпы кейбір оқушыларға ол нәрселерді бірден вникать етіп отыруы мүмкін. Мен каждый уақыт аралығында комментарийлерді қарап отыратын болсам, негізгі сабақтың информацияларына дұрыс көңіл бөле алмаймыз негізінен. Сол себепті мен қазір определенный уақыт берем, кімде түсініксіз сұрақ бар деймін, все, комментарийге жаза берсеңдер болады. Міне, енді бізде қазір Аяла оқушымыз сұрақ қойып жатыр. Жужандарға 3 рет шабуыл жасау. Негізінен түрік қағанаты жужандардың қол астында болады. Оның қол астынан шығып кету үшін Бумын соғыс қимылын ұйымдастырады, ол бірінші соғыс. Енді екіншісі бар. Жужандар енді өзінің қол астындағы адамды шығарып алды ғой, қайтадан оны өзіне бағындырғысы келеді. Екінші соғыс қимылы ол Қараескемен болған, именно Букрат тауларында. Енді Мұқан Қаған тұсында мемлекет күшейеді да, жужандарды да өзіне бағындырып алғысы келеді Мұқан Қаған. Үшінші соғыс қимылы осы Мұқан Қағанмен бірге болған. Так, енді келесі сұрағымыз. Бір түменде 10 мың әскер болған. Так, жужандар Қытайдың солтүстік бөлігінде өмір сүрген тайпалық одақ болған негізінен. Жалпы түпкі шығу тегі бойынша Қытай тайпалық одақтар. Қараңдар, все, басынан түсіндірем. Бір түменде 10 мың әскер бар. Бір түменде 10 мың әскер бар.
егер де сендерде сұрақ түмен бойынша сұралса, 10 түмен деген жауапты белгілейсіңдер. Ал егер де әскердің жалпы санымен сұраса, онда 100 мың деген жауапты белгілейсіңдер. Неге? 10 мыңды 10-ға көбейтсеңдер, сендерде 100 мың әскер шығады. Қараески мен Мұқан ол Бумынның балалары, ал билікке келген Иштеми ол Бумынның інісі. Жужандарды толықтандық Айгерімнің сұрағы бойынша ол бізде Мұқан қаған. Жужандар Қытайға жақын, Қытайдың именно солтүстік территория аумағында өмір сүрген. Тағы кімнің қандай сұрағы бар? Иштеми қай жылдар арасында билік еткен дейді? Біз жауап берейік. Жалпы Мұқан қағаннан кейін 572-ден 581-ге дейін билік еткен Иштеми. Бізде база бойынша только Мұхандікі келген екен осылайынан көрсетіп жатырмын да, ал Иштемидікін, Қараескендікін, Бумындікі тоже интересный болатын болса, кейін бір шолу жасай аламыз. Иштемиге жауап бердік. Қараески мен Мұқан ол Бумынның балалары. Тест базасында Қараески бұрынғы базалар бойынша келмейтін, бірақ қазіргі уақытта кітаптарда дерек көзіне кездескен. Реттілік бойынша сендерде мынандай сұрақ вообще болмайды. Бумыннан кейін билік басына келді деген кезде Мұқан мен Қараескен бір жауапқа никак қойып қоймайды. Либо сендерде Мұқан болады, либо Қараески болады. Слайд сендерге жіберіледі. Қазір бізде Гүлназ оқушымыз жауап беріп жатыр да, сұрақ қойып жатыр. Территориясы Манчжуриядан Босфорға дейін емес пе деп. Мен енді қазір сол жерде түсіндіретін кезде сендерге біз антракт деймін ба, тойдың темасымен. Сол жерде тоқтап тұрып қазір біз. Қазір дәл осылайынан біз өте қатты отвлекание жасайтын болсақ, вообще түсінбей қаласыңдар негізінен. Просто так, ешқандай нәрсені ойламай, түсінуге тырысыңдар. Онда дальше жалғастырамыз. Мен қазір сұрақтарын деген кезде ғана комментарийге қарап шығатын боламыз. Енді түрік қағанатында именно ол Еуразияда, Азияда мықты мемлекет болып тұр. Орта Азияның бүкілін жаулап алған, Қытайды өзіне бағындырды. Енді олардың өзінің мақсаттары бойынша басқа территория аумақтарды жаулағысы келіп жатыр. Из-за этого Иштеми Еуропаға немесе батыс бөлікке шабуыл жасағысы келіп жатыр. Әскерін жинақтап алды. 100 мың әскерді жинақтап алды. Енді ол 6 ғасырдың 70-жылдары соғыс ашады. Сөйтіп түрік қағанатының территориясына солтүстік Кавказ, Қара теңіз аумақтарын бағындырған. Енді сендерде 6 ғасырдың 70-жылдары түрік қағанатының территориясы қай жерден қай жерге дейін болды деп келеді. Сонда сендер Манчжуриядан Босфорға дейін деген жауапты белгілейсіңдер. Талдап көрейік. Манчжурия ол Қытай территориясы. Солтүстік Қытай. Яғни Қытайды Мұқан қаған жаулады ғой. Значит, Қытайдан басталып Босфорға дейін дегеніміз ол Түркия аумағы, ол Қара теңіз. Яғни базада сендерде Манчжуриядан Босфорға дейін деген жауаппен де келеді. Жалпы келесі бөлік 6 ғасырдың 80 жылдары Иштеми орталық Азиядағы эфталиттерді талқандаған. Эфталиттер ол парсы тектес халықтардың бірі. Енді осылайынан территориясын Түркия аумағынан ұлғайтып алады. Сол кезде мына бөлікте Азия бөлігінде түрік қағанаты мықты мемлекет болатын болса, Еуропа мемлекетінде Византия деп аталатын мықты мемлекет бар негізі. Енді осы мемлекетте Иштеми ойланып қалады осы моментте. Мен дальше солайдан жалғастырып соғыс қимылын жасап Византиямен соғысып барып онда жаулап алайын ба, либо екеуміздің арамызда келісім келсек, мен лучше мықтырақ боламын ба деп. Сол себепті екеуінің арасында келісім мәселелері талқыланады. 568 жылы Византиядан түрік елшісі келеді. Ол сендерде Маньях. Ал осы мерзімде Византиядан келетін елші Земарх деген, бастап кезде Маньях барады, келген елші Земарх. Енді осы жерде бізде Иран деген мемлекет бар. Түріктердің оңтүстік батыстағы көршісі дедік. Екі ірі мемлекет бір-бірімен байланыс орнататын болса, ол Иранға тиімсіз еді. Сол себепті екеуінің арасында байланыстарға кедергі жасағысы келіп отырады. Сондықтан да түрік қағанаты мен Византия мемлекеті бірігіп, Иран мемлекетіне қарсы соғыс қимылдарын ұйымдастырады. Оның нәтижесі бойынша Иран мемлекеті жеңіледі. Сол себепті оның үстіне X қойып жатыр. Біз бүкіл соғыс қимылдарын осылайынан ВС деп қарастыратын боламыз.
Екінші тест базасында сұрақ бар. Түрік қағанаты мен Византия мемлекетінің арасындағы байланыс десе, Иранға қарсы одақ деген жоқ болатын болса, сауда байланысы деген жауапты белгілейсіңдер. Неге деген сұраққа жауап береміз. Түріктер Қытайды бағындырды ғой. Қытай мемлекетінен Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты шығатын. Түркілер сол жолдарға иелік еткеннен кейін Византия мемлекеті Еуропадағы мықты мемлекет болды да, екеуінің арасында келесі байланыс ол сауда үшін болған. Енді қағанаттың әлсіреуі. Жалпы бізде 572-де билікке келген 581-ге дейін іштемей қайтыс болады. 581 жылы іштемей қалған қайтыс болғаннан кейін мемлекеттің ішінде таққа талас басталады. Екі мемлекеттің ішінде таққа талас болып, нақты бір кандидат болмағаннан кейін ол 603 жылға дейін жалғасқан. 603 жылы мемлекет екіге бөлінеді. Ол қалайынан болып бөлінді десе, шығыс түрік қағанаты және де батыс түрік қағанаты ол екіге бөлініп кеткен. Біз бұларды тоже жеке қарастыратын боламыз. Енді сендерде түрік қағанатының шаруашылығы деп келеді. Ол жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Жалпы көшпелі шаруашылықтың үш түрі бар. Таза, отырықшы және де жартылай. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы ол мал шаруашылығымен де және де егіншілікпен де қатар айналысқан. Егер де сендерде ерте орта ғасырдағы бүкіл мемлекеттің шаруашылығын сұрайтын болса, сендер жартылай көшпелі мал шаруашылығы деп бекітсеңдер болады. Яғни 6 мен 9-дағы бүкіл мемлекеттер жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Енді сендерде түрік қағанатының қосымша шаруашылығы деп келеді. Сол уақытта сендер темір өндіру деген жауапты белгілейсіңдер. Оны біз қайдан білдік? Қытай дерек көздерінен ондай бір отрывок қалған. Менің темір қорытатын тұтқыным деп түріктердің кәсібін сипаттаған десе, сендер Анағұй деген жауапты белгілейсіңдер. Жалпы бұмын Анағұйдың қызын өзіне сұратты ғой. Сол уақытта менің қол астындағы адамым деген кезде осындай отрывок берілген. Қосымша шаруашылықтардың бірі ол сендерде темір өндіру. Так, енді қазір осы жерде комментарийге қарап шығайық. Эфир 1 сағат. Қазір бізде 8-де аяқталады сабағымыз. Енді бізде негізінен түрік қағанатына байланысты алдыңғы жыл ОБТ-да келген сұрақтар барды. Мен каждый тақырыптың соңында алдыңғы жыл ОБТ-да келген сұрақтарды жеке енгізіп қоямын, чтобы сендердің назарларын соған больше ауады. Ол қазір сендердің мектептерде пробниларында келеді и қаңтар ОБТ мен наурыз ОБТ-да қайталану вероятності жоғары негізінен қосымша сұрақтардың. Так, түрік қағанатынан Византиямен байланыс орнату үшін барған елші ол Маньях, ал Византиядан түрік қағанатына жауап ретінде келген елші ол Земарх. Эфталиттер деген ақындар. Әлібектің жауабы бойынша. Бөлінуге себеп болған Дулу мен Нушебе тайпалары деген ол батыс түріктің халқының құрамында болған жаңа 30 теле тайпаларының ішіндегі соғыс қимылдар. Ябғу деген ол қағанның туыстары бар ғой, соларға берілетін атақ. Анағұй ол жужандардың билеушісі. Так, Зұлқия, сенде қандай сұрақ болды? Жужандарды толық талқандаған ол Мұқан қаған. Еркін малшылар, жалпы сендерде қол өнершілер деген секілдің барлығы ол қарапайым халық. Қарапайым халық деген түсініктің ішіне кіреді. Хорошо, қараңыздар. Енді қосымша сұрақтарға байланысты. Теле тайпалары ол түріктер. Түріктердің ата-бабалары деген кезде алдыңғы жыл ОБТ-да ғұндар деп келген. Бізде 5 түрлі тайпалық одақ бар. Сақ, Үйсін, Сармат, Қаңлы, Ғұн. Ғұндардан кейін Қазақстан территориясында құрылған ең алғашқы ірі мемлекет ол түрік қағанаты. Логикалық түрде қарайтын болсақ, СПЧК бойынша сендерде келесі ғұндар, олардың ата-бабалары болып табылады. Енді кейбір тест жауаптарында теле тайпалардың ата-бабалары дегенде ондай жауап жоқ. Сендер про-түріктер, либо арғы түріктер деген жауапты белгілейсіңдер. Енді түрік рулар мен тайпаларын біріктіретін идея. Ол осындай бір қосымша алдыңғы жыл ОБТ-да сұрақ келген, ол түркілердің шығу тегін ортақтығы.
Неге қазіргі уақытта типа Түркия болсын, Қазақстан болсын, Түркменстан түрік халықтар деп аталады? Олардың ортақ тегі байланыстырады. Бұл термин бар. Термин пантуркизм. Термин пантуркизм деп аталады. Так, енді үшінші сұрағымыз, бізде Ұлы Қаған ордасы қайда орналасқан? Жалпы батыс түріктен болсын, шығыс түріктен болсын, бізде нақты астана рөлін атқарған қала бар да. Ал бұл жақта Ұлы Қаған ордасы белгісіз болғаннан кейін территориясы қай жақта орналасты десе, Алтайда деген жауапты белгілейсіңдер. Келесі мынандай бір қосымша сұрақ бар. Әскери және азаматтық қызметтерді басқарған шенеуніктер дейтін болса, Қаған руынан шыққан туыстар бар ғой, Ябушат, оларға негізгі қызметтер берілген. Әскер басқармалары, азаматтық істер. Так, Суяб ол батыс түріктің астанасы. Шу бойында орналасқан, ал түрік қағанатының негізгі атқарған мынадай деген астанасы болмаған. Түрік қағанаты жойылды 603 жылы. Іштеме қайтыс болғаннан кейін 30 теле тайпа дедік қой, олардың ішінде нақты билеушісі болмағаннан кейін 30 тайпаның ішінде таққа талас болған. Түрік қағанаты 603 жылы екіге бөлінді деген ол дұрыс жауап болып табылады. Так, қазір енді осы тақырыпқа байланысты тест тапсырмасын орындап көрейік. Білетін оқушылар комментарийге жазып отырсаңдар болады. Так, Қытай билеушісі түркілер жайлы барлық деректер жинап беруді бұйырған кезде бұның басқарған түрік тайпалары қоныстанған жер. Яғни түріктер бастапқы кезде қайда қоныстанды? Ентіда тек Мұхан қағанның ғана билік еткен жылдары болады. Бірақ біз ана 572-581-де Иштемедін деген секілді билік еткен жылдарын білеміз. Ол дұрыс жауап. Бірінші Алтай тауларында. 1В. Молодцы. Ответтерімді көр жатырмын. Хуанхэ жағалауында емес, Алтай тауларында В деген жауапты белгілейсіңдер. Енді екінші сұрақты белгілеген кезде номеровка бойынша 2 деп барып ответін жазсаңдар. Екінші сұрағымыз, 545 жылы түркілер тарих сахнасына шыққан кезде оларға елшілігі келген мемлекет. Дұрыс, ол бізде А жауабында Қытай мемлекеті. Қытайлардың елшісі келген. Ответтерін көр жатырмын. Византия деп белгілеп шатас жатқан оқушыларымыз бар. Дұрыс жауабы А жауабында Қытай мемлекеті. Енді үшінші сұрақ, Бумын бастаған күрестегі оның басты жауы. Яғни Бумын кімдерге қарсы соғыс ашты? 552 жылы. 552 жылы. Так, үшінші сұрағымыздың дұрыс жауабы бізде жужандарға. Б жауабы дұрыс. Жужандар деп белгілеп жатқан оқушыларымыздың ответтері көбірек, бірақ Қытай деп те шатас жатқан оқушыларымыз бар. Бұл жақта дұрыс жауап жужан. Хорошо. Енді төртінші сұрағымыз. Орталық Азияда жаңа мемлекет түрік қағанаты пайда болған жыл ол 552 жылы. Қазақстандағы ең алғашқы ерте орта ғасырлық мемлекет ол түрік қағанаты. Так, комментарийде ответтерін көр жатырмын. Так, енді мен қазір мына жерге бос слайд көрсеттім. Бұл бос слайд көрсетудегі негізгі мақсатым ғасырларды анықтау. Негізі ғасырлар екіге бөлінеді. Біздің заманымыз и біздің заманымыздан бұрын. Қазір енді оқушылар кім жақсы аудара алады? Ғасырларды жылдарға немесе жылдарды ғасырларға жақсы айналдыра аласыңдар ма? Бір халық қой, мысалға типа қырғыздар, қазақтар, өзбектер деген секілді. Сондай шығу тегі бойынша бірдей халық. Так, аудара алады, көп бөлігі аудара алады екен. Онда қазір тексеріп көрейік, Онда тексеріп, зауытына бірден түсініп отырамыз. Қараңыздар оқушылар. Енді бізде ескеретін нәрсе бар. Бір ғасырда бізде 100 жыл бар. 100 жыл бар. Енді біздің заманымыз деп отырған ол 0-ші жылдан қазіргі уақытқа дейінгі аралық, ол біздің заманымыз болып есептеледі. Қазір енді бір мысал келтірейін. Ол Қазақ хандығының немесе Абылай ханды алсақшы, Абылай ханның дүниеге келген жылы 1711.
1711-ді ғасырға айналдырыңдаршы оқушылар. 1711-ді ғасырға айналдырамыз. 18-ші ғасыр дейді бір оқушымыз. Нақты айтамыз. 18-ші ғасырдың ортасы, соңы, басы деген секілді. Молодец, бізде Нұрила оқушымыз бірінші жауап берді. Ол 18-ші ғасырдың бас кезеңі. Енді түсінбейтін оқушыларымызға немесе базасы осы болғаннан кейін бір түсіндіріп өтейін. Қараңдар, қалай айналдырамыз? Жалпы алғашқы тұрған санға бірді қосу арқылы біз оның ғасыр екенін анықтаймыз. Бұл 18-ші ғасыр. Енді біз бірді қосқаннан кейін сан, мына жақтағы сандар 50-ден аз болатын болса, ол сол ғасырдың басы болып есептелінеді. Логикалық түрде қарайтын болсақ, бұл ғасырдың басталғанына 11 жыл өтіп кеткенде, әлі сендерде аяқталуына біршама уақыт бар. Ал енді егер де біз бірді қосқаннан кейінгі сан 50-ден көп болатын болса, бұл 18-ші ғасырдың соңы болып есептелінеді. Мысалға, мына жерде 1781 дегенді алып қояйық. Бұл Абылай ханның қайтыс болған жылы. Жалпы 18-ші ғасырдың басталғанына 80 жыл өтіп кеткен, уже 20 жыл мерзімнен кейін аяқталады деген мағынада. Енді біз бірді қосқаннан кейін сан 50-ге тең болатын болса, мысалға 1750 деген болатын болса, ол 18-ші ғасырдың ортасы болып есептелінеді. Көп жағдайда 50 мен 55 ол сол ғасырдың ортасы болып есептелінеді. Енді кейбір оқушыларымыз бар, кейбір тест жүйелерінде басқаша келуі мүмкін. Мысалға, сендерде бірінші ширек, екінші ширек деген бар. Егер де сендерде 0 мен 49-ның аралығындағы мерзім аралығы болса, ол бірінші ширек немесе бірінші жартысы, ал 50 мен 99-ның арасында болатын болса, ол екінші жартысы болып есептелінеді. Бастапқы кезде логикалық түрде бірден басы соң екенін ажырату қиын болатын болса, 50 деген сандар арқылы ориентир алсаңдар болады. Кейде мынандай сұрақ болады. Мысалға, 1740 деген жыл келетін болса, 18-ші ғасырдың 40-шы жылдар. 18-ші ғасырдың 40-шы жылдар. 1849 жыл болса ше дейді. Ортасы дегенді белгілей бересіңдер. Так, біздің заманымыз ол қатты қиын емес. БЗБ деген ол өте қиын болатын тақырып. Біздің заманымыз түсінікті ма? Тексерілетін сұрақтар қойсам дайынсыңдар ма? Онда тексеретін сұрақтар қояйық. Так, енді мысал келтірем. 1212 Қарахан мемлекетінің жойылған мерзімі. Ғасырға айналдырамыз 1212-ні. 1212-ні ғасырға айналдырамыз. 13-ші ғасырдың басы. Хорошо, онда келесі 960 деген жыл. 960 жылды ғасырға айналдырыңдаршы, сонымен БЗБ-ны түсіндірем. Так, молодец, бізде ол 10-шы ғасырдың соңы. 10-шы ғасырдың соңы немесе аяғы. Қатты қиын емес, Онда мен сендерге қазір екінші БЗБ-ны түсіндірем. Бізде бос қайқа кетті. Енді қараңдар. Біздің заманымыздан бұрын деген ол былайынан болады. Жалпы БЗБ 0-ші жылға дейін керісінше бағытта қозғалады. Яғни уақыт мысал аламыз. Мысал, біздің заманымыздан бұрын 570-ші жыл. Бұл Сақ патшайымы Томиристің дүниеге келген жылы. Қазір кешірім сұрайым. Ноутбугым. БЗБ 570 жыл Томиристің дүниеге келген жылы. Енді бұны ғасырға айналдыратын болсақ, тоже алғашқы тұрған санға бірді қосу арқылы 6-шы ғасыр екендігін анықтаймыз. Енді уақыт керісінше жүреді деген қалай? 570, 560, 550 деген секілді ол керісінше бағытқа қарай барады. Енді біз бірді қосқаннан кейін сан 50-ден көп болатын болса, мысалымыз болып тұр ғой, бізде 570 болып тұр ғой. Ол 6-шы ғасырдың басы болып есептелінеді. Неге? Себебі 6-шы ғасырдың басталғанына 30 жыл ғана болған, оның аяқталуына 70 жыл бар. Ал 570, 560 болып аяқталады.
Енді біз бірді қосқаннан кейін сан 50-ден аз болатын болса, ол мысал ретінде 520-ны аламыз. 520 ол Томиристің қайтыс болған жылы. Бұл ғасырға айналдыратын болсақ 6 ғасырдың соңы. Неге? Себебі ноут бүгін бай. деген 6 ғасырдың соңы. Неге? Потому что бізде 510, 500 болып уже 6 ғасыр аяқталынады. Сол себепті соңы болып қарастырылады. Ал егер де біз бірді қосқан сан 50-ге тең болатын болса, жаңағы 550 болатын болса, ол 6 ғасырдың ортасы болып есептелінеді. 6 ғасырдың ортасы болып есептелінеді. Так, логикасы түсінікті ма? Егер де уақытты бірден анықтау қиындық туындатып жататын болса, 50 арқылы ориентир алсаңдар болады негізінен. Так, мысалдар берсем, анықтай аласыңдар ғой? Мысалдарға дайынсыңдар ғой? Онда мен мысалдарды қазір комментарийге, ладно, ашсайыншы. Мысал жазам осында. Жалпы ғұн державасының құрылған жылы бар. Ғұн державасы БЗБ 209 жылы құрылған. 209 ғасырға айналдырыңдаршы. 209 ғасырға айналдырыңдар. Так, мен комментарий қарап отырмын. Ол 3-ші ғасырдың аяғы болып есептеледі. 3-ші ғасырдың аяғы немесе 3-ші ғасырдың соңы. Хорошо. Молодцы. Енді БЗБ 55-ші жыл деген ғасырға айналдырыңдаршы. БЗБ 55-ші жыл. Еше комментарийге де жазып қояйын, БЗБ 55 деп. Бұл ғұндардың 2-ге бөлінген жылы. Көп оқушы атасады. БЗБ 55-ті ғасырға айналдырыңдар. Так, әлі дұрыс жауап. Енді көрдім. БЗБ 55 ол 1-ші ғасырдың ортасы болып табылады. Так, жылдарды ғасырларға айналдыру түсінікті ма? Алдағы уақыттарда шатаспай айналдыра аласыңдар ма? Егер де түсінікті болса, комментарийге плюс белгісін қалдырып кетіңдер. Комментарийге плюс белгісін қалдырып кетіңдер. БЗБ-ның логикасын түсіну бастап кезде оқушыларға қиын болады негізінен. Из-за этого сабақтарды қайта қарап, өз беттерінше 100 датаның ішінен БЗБ-ға байланысты сұрақтарды алып, соны керісінше туда-суда аударып көріңдер. Так, қараңдаршы. Все. БЗБ 55-ші жыл неге 1-ші ғасыр деп жатыр? Себебі бізде бір ғасырда 100 жыл бар ғой, ол оған әлі толықпаған. Сол себепті ол 1-ші ғасырдың ортасы болып есептелінеді. Қараңдар, оқушылар, түсінбеген оқушылар болса, БЗБ-ны сабақ аяқталғаннан кейін қайта қарап түсінсеңдер болады. Біз енді ол жақта ұзақ мерзім отыра алмаймыз. Так, вообще дайындыққа байланысты нәрсені қарастырайықшы. Қараңдар, негізі сендермен әңгімелесіп, барлығын біліп барып сабақ түсіндіріп бастау керек еді негізінен ше. Менің методикамда былай, қараңдар оқушылар. Мен оқушыларға по идее жаттауға оңай форматта түсіндірем. Яғни ол түсіну керек и еске түсірген кезде тез түседі. Бүкіл схема бірдей. Хронологиясын жаттайсыңдар, оның жер аумағы қандай екенін білесіңдер, астанасы қандай, халқы қандай дерек көзі бар, саяси жағдайында қай хан кезінде кімдер болды, оның кезінде қандай оқиға болды, олардан кейін кітаптардан кейін информациялар деген секілді. Просто сендерде қазір түсініксіз нәрсе болып жатыр. Біз бұл тақырыптарды келесі сабақ қайтадан бастайтын боламыз. Мен сендерге қайтадан дұрыс форматта оны түсіндіретін боламын негізінен.
Мына тақырыптардың именно не нәрсесі сендерге түсініксіз болғанын мен әлі біле алмадым просто. Сол себепті мен сабақты да өзім қайта қараймын осы бірінші сабақты. Одан кейін барып сендерге келесі сабақтан нөлден бастайтын боламыз. В общем, сендермен чатта да жақсылап танысып сөйлесіп алып барып түсіндіру керек екен негізі. И мына жақта мен андай оқушыларды байқап жатырмын. Оқушылардың деңгейі по идее әртүрлі негізі ше. Ол нәрсені мен де білем. Бірақтан андай нәрселерді қатты қарастырудың қажеті жоқ. 1849 болса не болады деген секілді. ұбт-да ондай нәрселер келсе сендер уже логикалық форматтан табасыңдар да. И ондай бір сендерден бір причина тауып қадап жіберетіндей ондай сұрақтар да болмайды негізінен. Главное логиканы сутті түсінсеңдер болды ше. Андай нәрсе бар. Білім кімдерге қонады деген нәрсе ше. Білім вообще ұялшақ адамдарға қонбайды и тәкаппар адамдарға қонбайды. Негізгі мақсаттарын просто тақырыптардан өздеріңе түсіну керексіңдер. Не нәрселерді алғыларың келеді, сол нәрсені мұқият қарап отыру керексіңдер. Все хорошо. Бүгін оқушылар ешқандай скрин жібермесеңдер болады. Біз келесі сабақтан бастап вообще нөлдік деңгейден бастайтын боламыз. Хорошо. Все, келесі осы сабақтарды мен мұқият қараймын, анализ жасаймын, тоже сендерге не нәрсесі түсініксіз болып жатыр, и келесі сабақтарда ол нәрсенің барлығын біз жоюға түсіндіретін боламыз. Все, олай болса, біз бүгінгі алғашқы неудачный сабағымызды аяқтаймыз онда. Давайте.